Саралағаз туралы естіп пе едіңіз? Оны ғылыми тілде италағаз деп атайды. Үйрек тұқымдасына жататын жыл құсы. Қазақстанға ақпанның ортасына қарай ұшып келіп, жұптасып тіршілік етеді. Көнегөз қариялардан жеткен аңыз әңгімелерде саралағаздың 1000-нан бірі ғана жеті жұмыртқа басатын көрінеді. Соның біреуінен қарала төсті тазының күшігі шығады деседі. Ол тазы өте сақ, қуған аңының адымын аштырмайтын алғыр боладымыз. Кептер төсті, құмырсқа белді, шылқыдай тақыр жүнді, сиыр құйрықты, ең бастысы құлағы мен қолтығында қаздың мамығындай ұлпа жүні болған. Бұндай тазыны көзілеспес жылдамдығы үшін құс қанат деп атаған. Саралағаз қасқыр мен аюдың ескі апандарын немесе таудың үңгірлерін мекендейді. 19 ғасырда өмір сүрген этнограф Әубәкір Диваев құмай тазы туралы жазбасында былай деген екен: Қазалы, Перовск, Шымкент уездерінің қазақтарынан өзінің лақап аты бойынша бірегей құс италағаз жөнінде бірнеше рет естуімізге тура келді. Италағаз жұмыртқасын елсіз және биік төбелердегі ескі айдаладағы мазарларға салады. Ол үшін сол жерден әртүрлі аң және басқалар тастап кеткен індерді пайдаланады. Жұмыртқадан құмай деген лақап атқа ие тазы ит шығады. Олар титімдей болып жарық дүниеге келеді. Төстері қарала болады, керемет шапшаңдығымен, батылдығымен және ептілігімен ерекшеленеді. Құмай қуған аңшылықта одан бірде-бір құрбаны қашып құтыла алмайды. Кейбір қазақтардың нық сенімі бойынша италағаздың етек-кірі келеді. Сол себепті бұл құстың еті тағамға пайдаланылмайды. Қазақтың ақыны Сәкен Сейфуллин да осыған ұқсас ой айтыпты. Саралағаздың жұмыртқасынан кейде күшік туады екен. Сол құмай болады. Оны Тәңірі берейін деген адамға кез қылады. Саралағаздың ай сайын әйелше айызы келеді деп жазған екен. Бүгінде Шығыс Қазақстан облысының Зайсан ауданындағы Сауыр Сайхан тауларының бір биігінде күркенің көлемінде италағаздың ұясы сақталыпты. Оны құмай ұясы деп атайды. Ағаш бұтақтары мен сарғайған шөп қалдықтарынан салынған ұяның үлкендігіне қарап, ондағы құстың жұмыртқасы қандай болады екен деп таңғалысады екен жергілікті жұрт. Тазы ит осы ұяны мекендейтін алып құс құмайдың жұмыртқасынан шығыпты деген аңыз да бар. Қазақта құмай тазы деген сөз осыдан қалса керек.